АПФ финал. Есік жауып жіберсеңіздер, отыра қойсаңыздар. АПФ финал, сіздерді көргеніме қуаныштымын. Екі Алматы және Ақтөбелік бір жан бар екен. Тақырып Қызылорда Ақтөбе ма? Жақсы, енді ортаға үкіметтің премьер-министрін шақырамыз. Сізге берілетін уақыт 7 минут. Уақытын сіз сөйлегеннен кейін басталады. Мардымды кейс, әдемі ойын күтеміз. Үлкен рахмет. Ассалаумағалейкум, армысыздар достар. Бұл сіздердің осы түрлерде еститін соңғы сөздеріңіз. Олай болса, достар, бастайық. Бұл палата ұлы Абай шығармашылығын насихаттаудың ең тиімді жолын көрсетеді. Аспаннан еш нәрсені алғым келмейді, достар. Бір нәрсені ұғынайық. Біз негізі жалпы Абайды көпшілігіміз танимыз, иә? Мектепте, хотя оқимыз ғой, былайша айтқанда. Абай кім десе ақын деп білеміз ғой, иә? Бұл жерде мәселе біз Абайды қаншалықты ұғына алдық. Мына ұғындырумен көбірек жұмыс жасау керекпіз. Шығармаларды насихаттаудың негізгі мәні осыда. Осы нәрсені шешіп алайық. Біздің негізгі мақсатымыз барынша Абай не айтып қалдырды, и сол айтқан нәрселерін барынша өмірлік ситуацияларға пайдалануға барынша ұмтылуымыз қажет. Мен бірден айтам, достар, бұған дейін бізде Қазақстанда негізі көп жұмыстар жасалынған. Бірақ бір қызығы, Абайдың тек қана туған күнде ғана тойлаймыз біз, Абай жайлы. Тек қана Абайдың осындай бір қазақи бірдеңкеге, мысалға, әдебиет күні деген сияқты бір белгілі бір атаулы күндерде ғана тойлаймыз. Біздің қателігіміз осы. Сол үшін біз Абайды былайша айтқанда жақсы танымаймыз. Мектепте барлықтарыңыз анау Абай оқулары дегенге қатысқан шығарсыздар, иә, сөзге жақсысыздар ғой. Сол жерде не істейміз? Бізге өлеңді көпшілігін жаттатқызады. Бірақ мән ұғындырып түсіндіретін кездер болады ма? Болмайды. Өйткені тек қана бағанағыдай біздің мақсат тек қана бір іс-шараларды атап өту, іс-шаралар музейлерде, немесе басқа жерлерде бір-бір көрсетіп кету, и все, болды. Бұл біздің Қазақстанда қалыптасқан жағдай, Абайдың негізгі қалыптасқан жағдайы осы. Енді екінші проблеманы ұсынғым келеді. Білесіздер ма, Мұхтар Әуезовтен кейін жалпы Абайды зерттеп, Абайды басқа қырынан таныған адам бар ма? Бұған дейін Абайдың аты өте жақсы шыққан жоқ, тек қана Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романы шыққаннан кейін ғана бүткіл халыққа Абай ұлы адам болып таныла бастады. Значит, бізде оған байланысты жұмыс жүргізіліп жатқан жоқ. Бұл себеп біз сонша таратқанымызбен Абайдың жаңа қырынан көріп атқан жоқпыз. Өйткені баяғы сол қалып кеткен 2-4 томдық кітап, и соны ғана біз Абайдың оқулықтары, осы нәрселерді ғана біз айтамыз. Бірақ Абайдың басқа жағынан біз ешқандай да қарастырып жатқан жоқпыз. Бүгінгі таңда мен Абайдың осы Қазақстан арасында, немесе басқа мемлекеттердің арасында бұйыртса, бірінші Қазақстан мәселесін шешіп алайық. Осы мемлекеттің ішінде нақты насихаттаудың тиімді жолын көрсеткім келеді. Бұл тарапта қазір тиімді бір жолды көрсетеді, бірақ менікі ең тиімдірек, осы нәрсені дәлелдегім келеді. Енді менің бірінші негізгі мақсатым, бүткіл аргументтер осыдан шығады. Бағдарлама қабылдау. Мемлекеттің бір реформа ретінде осы Абайға қатысты бір бағдарлама қабылдаса. И және осы қабылдаған бағдарлама арқылы оның өзінің пункттарын бөліп қарастырса. Ол қандай пункттер? Ол мәдени жағынан және ғылыми жағынан. Ғылыми жағынан қандай жұмыстар жүргізіледі, мәдени жағынан қандай жұмыстар жүргізіледі. И нақты көрсетілсе және бағдарлама ұзақ мерзімді болса. Ол 10 жылға, 20 жылға, 30 жылға деген сияқты бір белгілі бір уақытқа жүргізілсе. Білесіздер ма, кітап жақсы оқисыздар ма, оқымайсыздар ма, білмеймін, бірақ Жапонияда кім еді ана, Харука Мураками ме? Осы адамды 10 жылға бағдарлама қабылдайды да, тираждарын, кітаптарын, жарнамасын барлығы мемлекет көтереді. И соның арқасында ол бүкіл әлемге танымал. Оның жазбалары білесіздер ма? Абаймен салыстырғанда, былайша айтқанда, кешірім өтінемін, камера тұр екен, бірақ говно. Оның барлығы мойындайды. Бүкіл жазушылар мойындайды. И және де оның шығармалары особо айтқанда жақсы емес. Бірақ оны мемлекет толыққанды бағдарлама ретінде қарастырғандықтан ол бүкіл әлемге танымал. Марвинге барсаңыз толы кітаптар. Енді бұл бағдарлама бойынша таныстырғым келеді. Енді бірінші мәселе ретінде ол мәдени емес ғылыми жағын түсіндіріп бергім келеді. Ғылыми жағынан біз абайтану мектебін ашса, мысалға білесіздер, Қытайда Конфуций мектебі деген бар. И Қытайда Конфуцийді танитын адамдар өте көп.
Конфуцийдің шәкірттеріміз дейтін адамдар өте көп. Сол себепті Конфуций өте жақсы тараған. Дәл сол секілді Қазақстанда ғылыми жағынан біз бір университетте мамандық ашуымыз керек, абайтанушы деген. Өйткені абайдың кез келген бір бағытта абайды танитын бір жаңа бағыт ашуымыз керек. Бұл бір жүргізілетін. Екінші мәселе, абайтануға қатысты бұл мектептерде жүргізілетін бір сабақ болса. Білмеймін, сіздер оқыдыңыздар ма, оқымадыңыздар ма? Мен бастаушыда оқып жүрген кезде абайтану дейтін бір сабақ болатын, біз өлеңдерді жазатынбыз. Сол үшін менің өмір бақи есімде қалып кетті. Дәл сол секілді мен ол кезде ол нәрсені түсінбесем де, қазірге дейін бүгінгі таңда сол жаттаған өлеңдерді еске түсіріп, оны мен түсіне бастаймын. Сол себепті ол менің әрдайым, мысалға, менің жүрегімде мен ол нәрсені еске түсіретіндігімде. Бұл значит ғылыми бағытта жүзеге асатын дүниелер. Бұл манағы айтып жатқан дүниелер. Енді үшінші мәселе ретінде осы ғылыми бағыттан жыл сайын осындай бір байқау жарияланса, Абайдың мәселесі бойынша Абай енді түрлі қара сөздерді қалдырды. Ол сол заманның философы ғой. Түрлі нәрселерді қалдырды. Енді осы нәрседен қаншалықты кім қазіргі таңдағы проблемаларды шеше алады? Абай ұсынған дүниелер бойынша. Кім соңына дейін бойлай алады және қандай проблемаларды шеше алады? Осы нәрсеге бір байқау болса, бұл ғылыми бағытта жүргізілетін нәрселер. Енді уақыт тығыз, мен тез түсіндіріп өтейін. Екінші нәрсе, мәдени жағына байланысты мына нәрсені түсіндіргім келеді. Мәдени бойынша жалпы біз қазіргі таңда білесіздер, жастар арасында өте танымал не нәрселер? Ол қысқа метражды фильмдер, ол кинолар, ол түрлі бағыттағы. Мысалға, біздің елбасымыз Тоқаевтың өзі 1 минуттық видео жариялады ғой, оны сіз де істегіңіз келді, былайша айтқанда, ол Инстаграмның ішінде жүргізілген. Осы мәдени жағынан біз бірталай жұмыс атқарсақ, оның ішінде мағанаға айтқан Абайдың музейлерін тегін қылса, бұл мемлекет тарапынан 30 секунд. Абайдың киноларын, қысқа метраждар киноларын шығарса, жастарға арналған. Абайдың былайша айтқанда өмірінен бір үзінді болатын қысқа қандай бағыт дейін, TikTok бірдеңке деген бар ғой, жалпы Инстаграмда мен жақсы білмеймін, бірақ сондай бағыттарда жүргізілсе, бұл более-менее көбірек жүрсе деген нәрсе. Үшінші мәселе ретінде осы мәдени бағыттан мынандай нәрсе. Оның шығарылатын кітаптар тираждарын тегін қылса, Абайға қатысты. Абайдың рекламаларын тегін жасаса, Абайдың жалпылама Абайға қатысты дүниелердің барлығын мемлекет қаржыландырса деген нәрсені түсіндіргім келеді. Біз бір нәрседен жалықтара алмаймыз, құрметті төреші ханымдар мен мырзалар, мына нәрсені ескеріңіздер. Біз жалтара алмаймыз. Біз мына бағытта алып жұмыс істесек, біз Абайды ең мықты насихаттаймыз деп айта алмаймыз. Тек қана бізге ұзақ мерзімді бір бағдарлама қажет. Нақты жоспарымен ұсынылған дүниелер қажет. Және сол кезде ғана біз бүгінгі таңда бір нәтижесін көреміз. Ал жылына бір рет, немесе айына бір рет, немесе бір жылда бір рет тойланатын біз туған күн, оның ұсынатын дүниелермен біз еш нәрсеге жете алмаймыз. Біз тек қана қабылданған бағдарламалардың, бағанағы дүниелердің жүргізілуімен ғана бүгінгі таңда оның нәтижесін ала аламыз. Және сараптамада көріскенше. Рахмет. Сізге де рахмет. Енді ортаға өзім жалынды қарсылықтармен оппозицияның лидерін шақырамыз. Сізге берілетін уақыт 8 минут. Тағы көрген қуаныштым, баршаңыздан бастайық. Тағы мынандай екен, бұл ұлы Абай шығармашылығын насихаттаудың ең тиімді жолын көрсетеді. Енді осы жерде проблеманы анықтайық. Проблеманы көрсетіп жатырмыз. Жалпы проблема көп бұл тақырыпта. Өте қызық мынада. Ұлы Абай. Бірақ біз оны не үшін ұл деп айтамыз? Оны білмейді ешкім. Біз ғылым таппай мақтаманы оқимыз, Абай ұл болғаннан кейін, хотя біз ғылым таппай мақтаманы оқығаннан кейін Абайды ұл деп санау керекпіз. Білесіз бе? Проблема мына жақтан өзгеше. Проблема осыда болып тұр. Сәйкесінше мен назарда айтып жатыр, түсінесіз бе? Ұзақ постоянный бағдарлама, оның бәрі мен бұл заттардың мүмкін пайдасын тигізеді, мүмкін тигізбес. Бағдарлама деген өзі қазіргі таңда өте ауыр нәрсе болып саналады. Осыған дейін талай бағдарлама болды. Отан соғысына байланысты, мәдени іс-шараларға байланысты, жылдарға атын қойып қойды, мынандай жыл, достық жылы, оның бәрі бағдарлама болып саналады. Оның бәрі ешқандай нәтиже келіп жатқан жоқ. Өйткені халықтың қабылдауы дейтін зат бар. Бұрынғы халыққа бағдарлама өтуі мүмкін, бірақ қазіргі таңда хайп дейтін нәрсе бар. Ешқандай затты тенденциядан бастамау керек. Хайп болады, ол тренд болады, тренд тенденцияға айналады. Тенденция константаға айналады. Қазіргі таңда заң осындай, түсінесіздер ме? Ал постоянный дейтін зат, ол ешқандай тренд болмайды. Ол жай ғана болатын нәрсе. Қазір соң болып жатқан өзгерістердің бәрі, қазақ кинематографиясында болып жатқан өзгеріс, қайрат болма, адам бол деген сияқты, оның бәрі бағдарлама, оның бәрі бір сәтті хайп. Оның өзін неге айналып кетіп жатыр? Қазіргі таңда
оның өзі бір қалыптасқан затқа айналып бара жатыр. Яғни сәйкесінше бір затты бағдарлама ұсыну деген нәрсе бұл жерде қатты қаралмайды. Мен осыны айтқым келіп жатқанда. Енді мынаған байланысты абаймен салыстыру Харука басқа мен мынаны айтқым келіп жатыр. Абайға байланысты. Біз абайды ұлы екенін білеміз. Мектептен бастап оқимыз. Абайтану дейтін сабақ әлі күнге шейін бар. Оның бәрі абайға дейтін қызығушылық. Абайды біз өте қатты насихаттап жатырмыз. Бірақ бүйтіп айтады, абайға бағдарлама, абайға былай істеу керек. Бірақ басқа ақындар ше, басқа қазақтың тұлғалар ше, неге оларды олай істемеске? Қаныш Сәтбаев, одан да көп кезген тұлғалар. Сәйкесінше осыған көптеген сұрақ туындауы мүмкін. Неге именно Абай? Мен мойындаймын Абайдың мықты екенін, мен мойындаймын Абайдың ұлы екенін. Бірақ Абай ұлы өткен философ, бірақ қазақтың ұлы батырлары бар. Оларға неге олай істемеске? Түсінесің бе? Оның бәрі әртүрлі резонанстар қалыптасады. Яғни мен Абайға мойындаймын, насихаттауды жүргізу керек екен. Бірақ мұндай бағдарламамен толықтай бір жылда алып Абайға не істеу, оның бәрі іске аспайды, түсінесің бе? Оның бәрі іске аспайды. Өйткені іске асу үшін біз сұрақтар туындамау керек. Мынандай сұрақтар туындады. Не үшін бұлай? Не үшін соншама көп нәрсе деген сияқты. Яғни бұның бәрі қатты іске аса болмайды. Мен осылай түсіндіргім келіп жатыр. Мен айтқым келген нәрсе мынада. Абайды таныту ол билеп айтып жатыр да бізге. Абайдың шығармашылығын түсіну. Біз халыққа Абайдың шығармашылығын түсіндірмеу керекпіз. Біз халыққа Абайдың шығармашылығын оқыту керекпіз. Халық өзі осы түсіну керек. Түсінесің бе? Өйткені шығармашылық ақпарат деген затты адам өзі қабылдау керек. Бірақ қазірде да мен айтып жатқан нәрсем бұл кісілер айтып жатқаны. Біз шығармашылықты жеткізу керекпіз. Біз түсіндіру керекпіз. Түсіндірмеу керекпіз. Біз шығармашылықты халықты оқитындай болу керекпіз. Бәріміз Абайдың биографиясын білеміз. Бәріміз Абай Құнанбаевтың төрт жолдық томын оқығанбыз. Бәріміз Абай туралы жақсы білеміз. 45 жылы туылған, 1904 жылы өлген, өзі 1900 Мұхтар Әуезовке батасын берген, Шәкен Құдайбердиевті оқытқан, басқа оның бәрін білеміз. Зато шығармасын білмейміз, жол таппай мақтанбай білеміз, өйткені мектепте оқытқанға байланысты. Көріп отырсың ба? Яғни біз Абай насихатталған бізге, бірақ Абайдың шығармалары емес. Біз Абайдың шығармасын насихаттау керекпіз. Яғни халық осы затты оқып отырса бір нәрсені түсіну керек. Енді осыған байланысты Абайдың 45 сөзі, Абайдың басқалысына түсінсің бе? Абайдың 45 сөзіне байланысты оны халыққа түсіндіру. Осы жерде мынандай проблема туындайды. Біз халыққа нені көрсету керекпіз? Абайсыз позиция бойынша мынандай затты көрсету керек. Абайдың 45 сөзі бар. Және ол ақыл ретінде келеді. Бірақ та ең қызығы біз Абайдың 45 сөзін халыққа ұсыну керек, және халық оқи отыра Абайдың 45 сөзіне бір нәрсе түйетін болса, біз 200 жылдан бері түк өзгермегенбіз. Түсінесің бе? Яғни Абайдың айтқан сөздері әлі күнге шейін актуал болатын болса, біз әлі күнге шейін сол кездегі Абай надан деп кеткен қазақтан өзгермегенбіз. Яғни біз осы затты халыққа көрсету керекпіз. Осы нағыз Абайдың шығармашылығының несі болады, насихаттаудың нәтижесі болады. Мен осы затты жеткізгім келіп жатырмын. Біреудің шығармасын түсіндіру. Абай не үшін ол өлеңдерді шығарды? Оны ешкім білмейді. Абай шығарды, Абай ұлы. Өткен Мұхтар Әуезов айтқан, ол затпен келісемін. Ең қызығы бізге Абай не үшін ой өлеңдерді шыққан, не үшін ғылым таппай мақтанба, оны таппай мақтанба деп айтқан, не үшін әртүрлі повестер, поэмаларын аударылған, оның бәрін ешкім білмейді. Біз тек Абай жайлы білеміз, бірақ Абай шығармасы туралы білмейміз. Осы кезде мен келісемін, медиа концертті пайдаланған, видеоны пайдаланған тиімді, целый бағдарлама қылып, бүкіл жолдарды пайдалану, ол зат қате. Біздің алатын затымыз тоже медиатекаға байланысты, медиа маркетингке байланысты. Яғни біз жаңағы айтқандай фильмдер, өтініш ойын кезінде кіріп шығу сыйластық емес, сондықтан бірімізді сыйлайық, жалғастыра беріңіз. Енді осыған байланысты, енді фильмдерге байланысты, фильм түсіру ол өте оңай идея, бірақ та оның студия қандай болу керек? Біз Абайдың өмірін, Абайдың биографиясын білгеннен кейін ғана оқу керек емес, біз жаңа айтып өткендей. Адамды мынандай да, негізі адамның ісіне қарап, адам қандай екенін судит етеді, адам қандай екеніне адамдар құн береді. Құн деген сияқты баға береді, ол заттың бәрі. Бірақ та қазақтарда керісінше бізге Абайды ұлы деп айтады. Бірақ та біз Абай ұлы болғаннан кейін Абайдың істеріне баға беріп жатырмыз. Міне проблема. Яғни бізде насихатталып жатыр Абай. Бірақ та Абайдың шығармашылықтары емес. Мен осы проблема өзгертіліп жатыр. Мен осы тұтас бағдарлама жүргізу, тұтас жаңағыдай істерді жасау, бүкіл жаңағыдай мұражайларды ашып қою. Оның бәрі не үшін оның бәрі? Абай и так насихатталып жатыр. Бәріміз Абайды білеміз. Бірақ та біз Абайдың еңбектерін білмейміз. Дәл сондай нормада біз Абайдың еңбектерін білу үшін фильмдерде не үшін болу керек? Түсінесіз бе? Фильмдерде былай болу керек. Абайға байланысты. Абай не үшін өлеңін шығарды? Яғни сол кезде қазақтардың проблемасы қандай болды? Сол кезде Геваттың айтқаны статус-кво қандай болды? Осы заттарды көрсете білу керекпіз. Яғни Абай не үшін ғылым таппай ма деп мақтанба деп айтты. Оның бәрін осы жерде түсінсек қана халыққа ол зат жетеді. Жай ғана Абай бүйтіп айтқысы келді қазақ деп айтпау керек. Түсінесіз бе? Мен соны жеткізгім келіп жатыр. Абай айтты және әркім ол затты қалай қабылдайды. Мен ойналып солай ашқым келіп жатыр. Енді осыған байланысты. Не үшін мен фильмдер, немесе видеоконтенттер? Өйткені қазақтарда мынандай нәрсе бар. Қазірде қазақ кинематографы өте жақсы деңгейде дамып жатыр. Бағдарламалар сияқты емес, бағдарлама талай болып қойған, бірақ та осы кезде сәтті пайдалану дейтін затты алу керек. Аргумент емес, сәтті пайдалану. Қазақстанда қазақ кинематографының дамуы
кинолардың шығуы және ең қызығы қандай жанрда болмасын, көбінесе комедия. Қазақтың кинолары өзін ақтап жатыр. Бұл нені көрсетеді? Қазақтардың кинематографқа деген қызығушылығы бар екен. Енді осы кезде біз тек комедия деп ойлайтын болсақ, томиристің шығуы, жаужүректің баланың шығуы және ол фильмдерді 10 миллион доллар жасап ақша жинауы қазаққа ондай ауыр контенттің өтетінін көрсетеді. Өйткені қазіргі таңда жеңіл контенттен қазақтар шаршаған, қазақ халқы болсын, қазақстандықтар болсын, және бізге фильмдер керек. Өйткені ол затқа байланысымен жету деген аргументті осы жерде айтып келіп отыр. Екінші аргумент айтып қой, бұл сұраныс деген. Өйткені жаңа айтып кеткенде жеңіл контенттер қазақстанда көбейіп кеткеніне байланысты жаңағыдай халыққа маза жеткізетін заттар қазіргі таңда өте ол нәрсе. Екінші мен осы айтқым келіп жатыр. Осы кезде үшінші аргумент шығады. Ол сақталуға байланысты. Абай Құнанбаевтың жолдары, Абай Құнанбаев туралы көп әңгімелер, бұның бәрі болды кезінде. Яғни мүмкін қазақ халқы Абайдың шығармашылығын, Абай жетістігі деген затын мүмкін қабылдаған шығар, бірақ ол заттың бәрі ұмытылып кетті. Именно не үшін медиа фильмдер пайда болу керек, өйткені ол заттар ұмытылмайды. Өйткені адамдардың ғаламторға деген қызығушылығы кетсе ғана жауыз кетпейді. Сәйкесінше бұл мәңгілік архив ретінде алып қояды. Яғни адамдар кез келген уақытта оны қолданылады. Мүмкін адамдар неге кітап оқуға үйренетін шығар, мүмкін адамдар басқа затқа үйренетін шығар. Бірақ бағдарлама арқылы бүкіл адамдар қинап ол затты істетіп қоймау керек. Түсінесің бе? Видео контенттің ең қатты фильмдердің қатты әсер ететін нәрсесі. Баяғыда Корей тарихын біз журнал арқылы білдік, басқа арқылы білдік. Корейстер мықты болып төбелесе алмақшында. Ана ол бүгін мықты болған жоқ, бірақ бізге солай жеткізді. Түсінесіздер ме? Дәл сол сияқты американдықтар байбек, Америка бүкіл нацияны құтқаратын халық. Шындары солай ма? Жоқ, біз сол затты бізге кино арқылы жеткізді. Яғни соңын қабылдаймын. Қабылдайсың ба? Жоқ. Яғни мен не десек жатырмын? Халыққа бұл заттың өтетініне байланысты. Ал бағдарламаға байланысты бір жылдық бағдарлама, сөзсіз бағдарлама деген сөздің өзі халыққа ауыр естіледі. Өйткені біз ол затпен бір жыл бойы оны істеу халықты жалықтырады. Өйткені халыққа бізге жалығатын бір жыл бойы істейтін зат емес. Халыққа хайп болатын, тренд болады және тенденция айналып зат керек. Ал қазіргі таңда мен оппозиция лидері ретінде сізге оның ең бір жақсы жолын көрсеткен сияқтымын. Сізге де рахмет. Енді ортаға өзінің жалын қарсылықтарымен үкіметтің екінші спикерін шақырамыз. Жақсы, рахмет. Барлықтарыңызды көргеніме өте қатты қуаныштымын. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Енді мына нәрсені түсініп алайық, құрметті достар. Біз көреміз оппозиция тарапынан тек қана бағдарлама деген сөзге қатты акценттің берілуін және бағдарламаның бағдарлама болғанына байланысты соншалықты қарсылықтардың келуін. Оппозиция тарапы көре алмайды, то что бағдарламаның ішіндегі болып жатқан заттарды біздің негізгі идеямыздың не арқылы жететіндігін, құрметті достар. Біз мына нәрсені түсініп алайық. Фильм жақсы, мен қарсы емеспін, фильм жақсы. Өйткені ол нәрсені біз айтып қойғанбыз, құрметті достар. Ол нәрсе мәдени. Мынандай нәрсе бар. Кино деген не? Кино мәдениет емес па? Мәдениеттің ішіне кірмей ма? Хит-хомдарды түсіру оның ішіне кірмей ма, құрметті достар? Сол идея ма, сол идея біріншіден. Екінші нәрсеге байланысты біз мына нәрсені түсінуіміз керек, құрметті достар. Мен неге тек қана фильм жақсы, бірақ жартылай ғана жақсы? Неге олай айтамын, құрметті достар? Өйткені ол сенің бүткіл аудиторияңды бірдей қамтып ала алмайды. Түсініп тұрсыздар ма? Біз неге именно бағдарлама ретінде қабылдап, сіз айтып тұрған фильмдерді оның бір мәдени бағытына кіргізіп тұрмыз, құрметті достар. Біз мына нәрсені түсініп алайықшы. Рахмет. Қазіргі таңда мысалға осыдан 100 жыл бұрын адамдарға тек қана кітап оқу қызықты болатын болса, осыдан 50 жыл бұрын кітап оқумен қатар басқа ақпараттарды есту мысалы. Қазіргі таңда кітап оқитын адамдар да бар, сонымен қатар интернет контенттерді қарайтын адамдар бар, сонымен қатар фильмдерді қарайтын адамдар да бар. Значит, сіз тек қана фильмдерді түсіруін тағы да басқа деген нәрселермен алатын болсаңыз, сіз 30% адамға насихаттауыңыз мүмкін, ол нәрсені, бірақ сіздің 70% адамдарыңыз. Мен айтам, бағдарлама қабылда, оның ішінде ғылымды жақсы көретін адамдар ғылым жағымен түсінсін, киноны жақсы көретін адамдар мәдени жағымен түсінсін. Осы нәрсені қарастыруымыз керек, біріншіден. Екінші нәрсеге байланысты насихаттау, итак, жеткілікті, тағы да басқа деген нәрселер, ол жеткіліксіз нәрсе. Мына нәрсені түсінейік. Айтады, біз оқыту керекпіз халыққа, тағы да басқа дейді. Ал сен оқыту үшін сен айтпайсың ғой халыққа біз оқыту керекпіз болды деп. Мына нәрсені түсінуіміз керек. Неге біз халық ол нәрсені оқу керек? Біріншіден, Абайдың неліктен ұлы екендігін біз түсіндіріп алуымыз керекпіз халыққа. Осылар арқылы, сенің ғылымың арқылы, сенің мәдениетің арқылы, шынымен де халық бірінші осы нәрселерді түсінгеннен кейін барып қана оның шығармашылығына қызығады, құрметті достар. Ал сен оған барып, сразу мына шығармашылықты оқытсаң. Жақсы. Енді екінші мәселеге көшетін болсақ, достар, мына нәрсені айтайықшы. Шығармашылығын оқыту, қызықтыру деген нәрсе керек емес. Адамдар Абайдың өзіне қызығатын болса, оқығаннан кейін шығармашылығына өзі-ақ қызығып алады. Өйткені Абайдың шығармашылықтары бір қызық емес, шығарма емес қой, бұл тараптардың айтып тұрғандай шығармашылығына қызықтыру керек деген сияқты. Осы нәрсені түсіну керек. Келесі нәрселерге байланысты шығарма, бағдарламалар, еңбектерін жеткізу, бір нәрсе. Жақсы, мен түсінем.
қазіргі таңда кино түсірулер тағы да басқалар жақсы белең алып тұр, жақсы деңгейге көтеріліп тұр, оның бәрі түсінікті нәрсе. Бірақ біздің барлық еңкейген баладан бастап жаңағы неге дейін барлығы бірдей киноларды көріп жатыр деген нәрсе емес, бұл бірінші нәрсеге байланысты. Екінші нәрсеге байланысты, кино деген нәрсе ол қалай түсінесіздер, ол бір-ақ рет көрінетін нәрсе ғой. Ну, сол кезде бум болуы мүмкін, но бірақ ол ары қарай жаңағы туған күнін бір күндік тойлау сияқты дәл. Ал сенің бір күндік нәрсең ұлы ақынның неше жылдық өмірі бар, 70-60 жылдық өмірі болса, сол өмірінің барлығын бірдей саған насихаттауға жетпейді, құрметті достар. Мен осы нәрсені түсіндіріп тұрмын. Келесі нәрселерге байланысты достар, бұл тараптың идеясына қарағанда мен неге өзімнің идеямды күштірек деп санаймын, осы нәрсені түсінейікші. Біріншіден, бағдарлама ол всегда жаман деген нәрсені көрсетпейді, оның аты бағдарлама болғанына байланысты. Сенің бұрынғы бағдарламалардың форматтары бар. Қазіргі таңда мынандай нәрсе ғой, құрметті достар, заман дамыған сайын адамдардың естігісі келетін, көргісі келетін, білгісі келетін информациялардың форматтары да әртүрлі. Біреу кітапты көргісі келеді, біреу киноны көргісі келеді, біреу мәдениетті естігісі келеді деген сияқты. Дәл осы нәрсеге. Енді мен мынандай нәрсеге айтқым келеді. Неліктен біз бұл уақытта, жақсы, бірінші сұрақ. Мынандай сұрақ көп. Жалпы насихаттаудың соңғы нүктесі, мақсаты ол адам қызықтыру ғой, иә, все-таки. Адам насихаттайсың, сен насихаттағаннан адам қызықпаса, онда сен насихаттауың далаға кетеді. Түсіндіру ғой ол нәрсе. Түсіндіру. Насихаттың мақсаты сонда қызықтыру, адам сұрақ туындату деген. Мен айтып тұрмын ғой, Абай, егер адамдар Абайды түсінсе, Абайдың шығармалары өзі-ақ қызықтырады. Осы мәселе. Келесі нәрсеге байланысты, құрметті достар, ақпараттарға, адамдарға, тағы да басқа деген нәрселерге байланысты біз мына нәрсені түсінуіміз керек. Бір реттік нәрселердің болуы немесе бір ғана сәттік нәрселер, ол ұлы Абай үшін дәл осындай нәрселерді көрсете алмайды. Мына нәрсе ғой, неліктен Абай, біз неліктен именно осындай нәрсемен неліктен Абай тану деген сабақ болу керек, немесе Абай танушы деген нәрселер оқытылу керек, немесе осы нәрселер жоғарғы деңгейде көрсетілу керек. Өйткені Абай бір күнде Абай болмағандығын адамдар түсіну керек. Абай да қарапайым жолмен басталды, қарапайым бала болды. Бала кезінде қандай болды, қандай қызықтар болды. Мысалға, Абайдың бала кезіндегі 4 баланы отырғызып қойып сабақ оқытқызуы деген сияқты нәрселердің барлығы бір адамдардың интересін туындатпауы мүмкін, ол бірақ бір адамдардың интересіне әсер ететіндігінде, құрметті достар. Біз осы жолдар арқылы оның шынымен де Абайды танығысы келетін адамдардың өзіне керек таңдап алуына байланысты көрсете аламыз. Келесі нәрселерге байланысты, құрметті достар, бағыттарға байланысты неліктен екі бағытпен жүргізіледі осы нәрсе деген сұрақ. Неліктен менің айтып тұрған идеям ең негізгі идея болады бұл орында? Просто сұрақ. Мынандай нәрсе ғой, сен бір нәрсені жақсы көру үшін ол нәрсенің барлық қырларын жақсы білу керексің. Оң қырында, сол қырында деген сияқты. Дәл сол сияқты. Мен Абайдың шығармаларына өзіме керек нәрсені алғым келу үшін, мен ода маған керек нәрселердің бар екенін білу керекпін, құрметті достар. Маған керек нәрселердің бар екенін білгеннен кейін ғана мен осы нәрсеге ұмтыламын. Келесі нәрселерге байланысты мынандай нәрсе ғой. Мына нәрсе ойында абсурд болады менің ойымша. Тек қана фильмдердің немесе тек қана бір нәрселердің томиристің жаңағыдай үлкен деңгейде не жинауы, үлкен деңгейде просмотр жинауы, то что не означает, что біздің қазақтың бәрі томиристі біліп кетті деген нәрсені. Айсұлтан томиристің киносын көрді, бірақ томиристі бұрын қалай білді, қалай естіді, дәл сондай күйінде қалды. Немесе шамалы ғана қосты, бірақ ол томиристі ары қарай оның барлық нәрселері насихатталып кеткен жоқ. Түсініп тұрсыздар ма? Абай туралы сен кино түсіруің мүмкін, бірақ сен еш уақытта Абайдың шығармашылықтары туралы фильм түсіре алмайсың, құрметті достар. Оның ішіне кіргізе аларсың осы шығармашылықтан тағы да басқа. Но бірақ мен айтам, саған бөліп көрсет, Абайдың өмірі ма, өмірі, Абайдың шығармашылығын содан кейін, Абайдың несі. Сен бір фильмнің ішінде Абайдың өмірінде болған нәрселерді көрсетуің мүмкін, бірақ сен сол фильмдердің ішіне оның шығармашылығын бір нәрсесін деп ол тарап бұл тарапта қарастырылмайды, құрметті достар. Ал біздің негізгі нәрсеміз не? Абайдың өзін қана таныстырып қана немесе өзін қана кинодан көрсетіп қана қою емес, оның сонымен бірге шығармаларының насихатталуына жаңағыдай басым бағыт беру, құрметті достар. Келесі нәрсеге байланысты, жақсы, мен келсем мына нәрсемен. Қазіргі таңда тәл осы тарап айтқандай, кино, фильм болсын шынымен де болып жатыр да, бірақ мынандай нәрсе бар. Осыдан білесіздер, қанша жыл уақыт екенін білмеймін, бірақ Россияда жаңағы Гоголь туралы дәл сондай фитком түсірілді ғой. Оған дейін
оның атын көп естімеген адамдар да болған. И осыдан кейінгі оның дәрежесі тағы да басқа. И оның ары қарай жалғасу, 30 секунд қоссаңыз жалғасу тағы да басқа деген нәрселер. Оның барлығы шынымен де ойнайды. Құрметті достар, неліктен мына нәрсені түсінейікші? Екі идеяны алып қараған кезде сіздер не нәрсені түсінесіздер? Сен тек қана біреудің өмірін, мынандай нәрсе ғой, тек қана көзбен көріп, құлақпен есту ғана жеткілікті емес, сен оның астарын зерттеп білуің қажеттілігі туындайды. Сенің ғылыми жағында Абайдың шынымен де ашылмаған астарлы нелерін түсіндіретін болады адамдарға. Түсініп тұрсыздар ма? Абай тануы тағы да басқа бір нәрселердің оқытылуы бұл мемлекетке. Келесі нәрсеге байланысты, құрметті достар, басқа адамдар ше, Қаныш Сәтпаев ше деген нәрселер мүлдем ойынан алып тастау керек менің ойымша. Ол нәрселер ойнамайды. Себебі бұл бағдарлама мынандай нәрсе. Мен саған Абайдан басқа адамдарды жаңағы насихаттау немесе насихаттамау деген нәрселерге мен қарамаймын. Может, сен жақсы олар туралы кино түсіре бер, мен оған қарсы емеспін, оның барлығын мен қолдай аламын. Но бірақ главный акцент сенде түсіп тұр то, что Абайға. Себебі Абай мен бұл тарапта келісіп кетеді, біздің ең ұлы ақынымыз екенін. Рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Енді ойында енді андай қиыншылықтар болып жатыр да. Мына жерде кез келген дебат деген бір қызық зат та. Дебатта айтылатын әңгіменің бәрі ол аргумент емес. Дебатта айтылатын әңгіменің бәрі ол сенде толықтай дәлелденген кейс емес. Енді оны біздің аға буындарымызға айту қаншалықты маңызды екенін көрсеткім келеді да. Кинофильмдер деп айтып өтеді, бағдарлама деп айтып өтеді, бірақ оның қаншалықты маңызды екенін бірінші спикерде, екінші спикерде өкінішке орай түсіндірмейді. Біз де кинофильм түсіреміз дейді, біз де жаңағыдай абайтану өткіземіз дейді, бірақ оның қаншалықты тұрғыда маңызды екенін толықтай дәлелдеп өтпейді. Сәйкесінше оны біз де ұсынып өттік киноны деу, ол жерде сіздің тарапыңыздан ол біріншіден қателік болып табылады. Енді мынандай дүниеде кез келген ғылыми зерттеулер жасаймыз, біз Абай оқуларын жасаймыз, біз андай жасаймыз, біз мындай жасаймыз деген сияқты бұл қарапайым саясаткердің сөзін айтып тұр да, мына жерде обещание көп беріп тастап жатыр. Енді адамдар неге ол ғылыми зерттеулерге бармайды деген сұраққа жауап берейін. Адамдарда бірінші ғылыми зерттеуге бару үшін ол жерде адамдарға қызығушылық керек. Базар жоқ, Нұрберген ағаның қызығушылығы бар, неге өйткені ол кішкентай кезінде Абай тануды оқыды, оған Абайдың кім екенін үйретті. Бірақ қазіргі жас балаларға немесе қазіргі менен кіші, бізден кіші буындарға дәл сондай нәтиже беру үшін оған абайтану үйрету ол маңызды емес. Өйткені қазіргі адамдар, қазіргі балаларға ол оқыған немесе жаңағыдай оқу барысында оған қосымша абайтану деген факультативтерді көрсету немесе оларға сен кітап оқы деп айту ол особо маңызды болмайды. Сәйкесінше сіздердің айтып отқан бағдарламаларыңыз ол 10 жылда да 20 жылда да никак нәтижесін бермейді. Өйткені саған біреу ғылыммен айналыс, сен Абайды зертте десең, сен оған қуасың ба деген сияқты қарайсың. Өйткені Абай деген біз қабылдап қалғанбыз ұлы адам, ұлы Абай. Мен онымен келсем, бірақ Абайдың өмірі, Абайдың шығармашылығы уже толықтай зерттеп біткен зат. И одан сен зерттей бергенде не табасың қарапайым тұрда. Біз оны зерттеген затымызды біз наоборот оны көрсету керекпіз, сәйкесінше насихаттау керекпіз. И насихаттаған кезде ол кішкентай балалардың тарапынан оларда ғылымға деген мотивация туындау керек. Мен Абайды зерттеймін деген сияқты мотивация туындау керек. Бірақ сіздердің тараптарыңыздан өкінішке орай ондай мотивацияны туындатып жатқан ештеңе жоқ, ешқандай құралдарыңыз жоқ. Сіздер наоборот бағдарлама деп ұсынасыздар, как будто мемлекетке ол Абайдың шығармашылығын насихаттау мемлекетке керек сияқты көрініп қалады. И сәйкесінше қазіргі қазақстандықтарға келетін болсақ, қазіргі қазақ халқына келетін болсақ, олар мүлдем бағдарлама деген затқа мүлдем сенбейді. Сәйкесінше сіздер осы арқылы, осындай ұсыну арқылы оның бәрін жоққа шығарып тастайсыздар. Келесі енді мынандай дүниеде қарапайым тұрда бұл кісі айтады, Алиасқар мырза айтады, сендердің жасап жатқан заттарың дейді да, ол бүкіл адамдарға жетпейді дейді. Мен келсем, бүкіл адамдарға жетпей-ақ қойсын. Маған ең маңызды заттар ол именно жастарға жетуі, осы заттың жастарға жетуі. Яғни шығармашылығының жастарға насихаттау. Қазір қабылдайыншы, біраздан кейін. Өзін айтса, осыдан кейін. Енді маған ол маңызды емес, именно маған жастарға жеткені маңызды. Енді мынандай дүниеде бұл бағдарлама деген біз толықтай қамтимыз, біз оны қарияларға, басқаларына үйретеміз деген ол жақсы зат. Бірақ сен біздің аға буындар болсын, бізден ата-аналарымыз болсын, ол Абайдың кім екенін біледі, оның шығармашылығымен таныс. Біздегі қазіргі басты проблема ол контентті ол жастарға жеткізу. И біз бұл жерде нені дәлелдеп жатырмыз? Қарапайым тұрда саған жас адамдар ретінде, саған бала ретінде, саған еңкейген қария демей-ақ қояйын, еңбектеген балаға жеткізетін зат керек. И сәйкесінше еңбектеген балаға сен бағдарлама десең, ол саған қуасың ба дегенге қарайды. Сен онымен ғылыми зерттеу десең, ол саған біртүрлі қарайды. Өйткені жалпы балаларға қарапайым тұрда не керек? Оларға видео контент керек.
и видео контентті олар қабылдау жеңілірек болады. И сәйкесінше ол жерде жаңа Алиасқар мырзаның айтқан біз оны түсінеміз, сананы өйтеміз деген. Сеніңше Қазақстанда соңғы рет рухани жаңғыру деген жүргізілді да? Сеніңше соның барлығы сонда кішкентайларға пихать етіп, давай сен оқы, анаған бүйт, мынаған бүйт, осындай процесс орнады ма? Әлде әркімге әртүрлі бағытта жұмыстар жасалынды ма? И және де ол өнімдірек болды басқаларына қарағанда. Келісесің ғой? Мен рухани жаңғырудың өнімділігін вообще сезген жоқпын. Ол сенің сезбегендігің, ол басқалардың сезбегені емес. Жалпы рухани жаңғыру деген хотя бы құс есінде қалған шығар сенің, да? Мойындашы. Логотип есінде ал, өйткені турнирларда логотип қоймасаң турнир өткізбейді. Ну, соның әсерінен қалып қойшы. Былайша айтқанда ол особо маңызды емес, өйткені бірінші сөзіңізде дәлелдеу керек еді, сол бағдарламалар қалай бөлінетінін, и олар қалай әсер ететінін. Бірақ өкінішке орай сіздердің кездеріңізде дәлелдеу маңызды болмаған шығар, бірақ қазіргі уақытта өте маңызды. Кеттік келесі, енді мынандай дүние да. Қазіргі кезде кино дейді да, сен киноны бір көресің, сонымен өшіп қаласың дейді. Маған адамдардың бар ғой, ол киноны қайта-қайта көре берген маңызды емес. Маған сол киноны бір рет көріп, сол шығармашылығына қызығушылық туса, маған сол маңызды. И мен көрсетіп отқаным, ол кинода неге қызығушылық әлдеқайда көбірек туындайтынын қазір түсіндіріп өтемін. Қазіргі кезде жалпы бәріміз білеміз, 300 спартанцев болсын, басқа кинолар болсын, бүкіл киноларда бір геройдың іс-әрекетін адамдар қайталауға тырысады. И ол іс-әрекетін қайталаған кезде уже адамдар іздей бастайды ол адамның кім екенін, ол шығармалар қалай туындаған, ол қандай іс-әрекеттерге не үшін барған екенін ол адамдар түсіне бастайды. И сәйкесінше сен кино материал беретін болсаң, уже жаңағыдай жастар ол қызыға бастайды. И сәйкесінше қызыға бастағаннан кейін олар не үшін қызығады деген сұраққа жауап беретін болсақ, өйткені біз киноларда нені көрсетеміз, ол ұлы Абай екенін көрсетпейміз. Біз ол шығармалардың қалай туындағанын көрсетеміз. Біз қара сөздердің қалай туындағанын көрсетеміз. И сәйкесінше сол кездегі проблемалар әлі күнге дейін актуалды екенін көрген жастар, олар уже түсіне бастайды. Қазақтар 200 жылда тым дамымаған түсіне бастайды. И сәйкесінше уже адамдарда жаңағыдай мотивация пайда болады бірдеңе жұмыс жасауға. Басты мақсаты насихаттау деген сөздің басты мақсатын біздің мемлекетіміз сияқты қате түсінуге болмайды. Ол бағдарлама ұсына салсаң бәрі насихатталып кетеді деген сөз емес. Насихаттау деген ол бір адамда іс-әрекет туындататын болсаң, ол насихаттау. Маған жаңағыдай бүкіл адамдарға насихаттау маңызды емес, өйткені қазіргі кезде ол Абайдың шығармашылығы қазіргі жастарға керек болып отыр. Сәйкесінше біз қазіргі жастарға осы контент ұсынып жатырмыз. Келесі. Енді мынандай не. Жалпы осындай қызық дүниелер айтылады. Енді мен аргументтерімді қолдап кетейін да. Қазіргі кезде сіздердің айтып жатқан ол ғылыми тұрғыдан Абайға қарау деген зат, немесе мәдени тұрғыдан оның ұлы екенін дәлелдеу, ол былайша айтқанда ешкімге өтпейді. Қазіргі кезде сен ғылым таппай мақтанба дегенге қарағанда, брат, ғылым таппай мақтанбасай деген әлдеқайда өтімдірек болады. И сәйкесінше сен осындай контент жасау арқылы, осындай контентті ұсыну арқылы сен жастарға әлдеқайда мына жағына тезірек жетесің. И сәйкесінше біздің көрсетіп жатқан затымыз ол насихаттау деген зат, ол қорқыту деген зат емес. Насихаттау деген зат ол іс-әрекетке апару. Бірақ өкінішке орай біздің үкімет тарапымыз андай бір бағдарлама ұсынады. Бағдарламаның не екені непонятный зат та, былайша айтқанда андай туманный да. Қазақстан 2050 деген сияқты да. Бірдеңеге жетеміз дейді да. Қалай жететіні түсініксіз, қандай іс-әрекеттер арқылы жететіні түсініксіз. Сәйкесінше біз көрсетіп жатқанымыз ол кино арқылы жеткізу. Енді мынандай факт келтіре кетейін, неге кино сендердің бағдарламаларыңа қарағанда әлдеқайда жақсырақ өтетінін. Мынандай кинотеатрларда көп зерттеулер болады, мен өзім сондай қатты қызығам. Мосты округа Мэдисон деген кино болады да. Мэдисон округындағы бір штаттың губернатор туралы. И ол кинодан кейін уже адамдардың 10% жаңағыдай гормоны 10%-ке артады. Андай іс-әрекетке деген 10%-ке гормон артады. И Мэдисон штатында жаңағыдай 5-10 жылдан кейін, сол кино шыққаннан кейін уже адамдар госуправлениеге более көбірек бара бастайды. И біз бұдан нені көреміз, сен бағдарламаға қарағанда біздің кино контент, видео контент әлдеқайда өтімдірек болып жатыр. Сәйкесінше бұл жерде адамдардан бір іс-әрекетке деген мотивация туындатып жатыр. И келесі енді сөзімізді қорытындылай келе, мынандай жаман бір хейт етіп салсам кешірім сұраймын. Бірақ жалпы бүгінгі алаңда дәлелдену керек заттар, сұрақ белгісі қалып қойған заттар өте көп. Бұл кісілер бізге бүгінгі алаңда дәлелдеп берген жоқ. Сен оған бағдарламаны ұсынған күннің өзінде шығармашылық қалай дамып кететінін ұсынған жоқ. Бұл кісілер бізге көрсеткен жоқ. Сен оған ғылыми конференциялар ұйымдастырып бергенмен, ол жақта жүретіндердің жартысы дебатер болады, жартысы бір активистар болады. Оны дәлелдеп берген жоқ бізге бүкіл халыққа өтетін.
бүгінгі әлемде, бүгінгі біздің алаңда бұл кісілер бізге дәлелдеп берген жоқ. Бағдарлама қаншалықты тұрғыда қазіргі қазақстандықтар үшін маңызды екен. Өйткені бұл кісілердің ұсынып жатқан бағдарламасын уже енді ренжімеңіз, бірақ мемлекет та ұсынып тастады былайынша айтқанда. Қазір абай тану деген заттар оның бәрі болып жатыр. Бірақ ол болып жатқан күннің өзінде неге адамдарда қызығушылық жоқ деген сұрақ. И біз ол сұрақты іздедік, Дәулет екеуміз пойызда жатып, и кино көру арқылы осы сұраққа жауап таптық. И кино әлдеқайда өтімдірек, сөзін тыңдағаныңызға рахмет. Сізге де рахмет. Енді парламентарийдің пікір білдіремін деушілер абайдың шығармашылығын сіздер айтқандай емес, басқаша насихаттау керек деп есептейтін ешкім жоқ қой. Жақсы. Халықтың пікірі жоқ екен, ешкім абайға қызықпайды екен. Ендеше оппозицияның лидерін сараптамасымен ортаға шақырамыз. Сізге берілетін уақыт 4 минут. Жақсы, көрермен қуанышымтары басайық. Енді ойынға байланысты, ойын андай болып жатыр, бағдарлама және кино. Енді бұл кісінің бағдарламасын қарасақ, Қытай сәбилерге матрешкаларда абайдың ойыншығын береміз. Одан кейін балаға кітабын оқытамыз, үлкендегі ғылыми зертхана, одан кейін кино. Әңгіме не бар, соның бәріне плакаттарын бәрін абайын қою. Осы ма? Бізге не қалады сонда? Бірақ біз әңгіме ода болып жатқан жоқ, бағдарламаның көптігі, аудиторияның қамтылуы, бізге біліп айтады да, қызығушылыққа байланысты дейді. Нұрберген мырза барады, ондай жаңағы мұражайға да, киноға да. Өйткені Нұрберген мырза кезінде сол сабаққа қатысып қызыққан. Нұрберген мырзаның классташы сол күні сабаққа келмей алған. Оғыспауы мүмкін, сөзсіз ме? Әңгіме бар сода. Нұрберген мырза қызыққандарға мүмкіндік беріліп жатыр. Ол мүмкіндік итак беріліп жатыр. Сөзсіз ме? Беріліп жатыр. Әңгіме осыда. Енді мен назар түсіндіргім келіп жатыр сізге. Сөзсіз ме? Аудиторияның қамтылуына байланысты, басқа қамтылуына байланысты. Аудиторияны насихаттау кезде қамтылуы бір басқа, сол аудиторияға жетуі екі басқа. Енді мен қазір сізге жетуге байланысты не айтып жатырмын? Қазір тренд деген, тенденция деген заттардың бәрі, қазір кинематограф дейтін зат бар, және оның халыққа қатты өтуі, оған ықпал етіп жатқан және оның гарантиясында кинолардың ақталуы және әр апта сайын қазақтың бір киносының шығуы, томирис болсын, басқасы қандай жанр болмасын, ол фильмдердің өтуі, қазақстанда дәл-медәл момент қандай, осыған байланысты фильм түсіру деген затты айтып жатырмын. Енді бізге проблема осы жерден неден туындайды? Біз абайды тұлға ретінде көрсету керек бізде, абайдың шығармашылығын көрсету керек бізде. Енді бұл кісі назар көрсетпеді. Абайдың тұлға болғаннан кейін біз қызығу керекпіз. Осы уақытқа дейін Мұхтар Әуезовте біз абайдың қалай абай болғанын көріп жатырмыз, бірақ абайдың қалай абай қылған шығармалар екенін көріп жатқан жоқпыз. Мен проблеманы осы көрсетіп жатырмын сізге, түсінесіз ме? Енді мынандай айтады, Аясқа мырзаның сөзі бойынша, біз бір заттың қырын көру керекпіз. Абай дейтін үлкен сандық болатын болса, біз сандықтың сыртындағы қырларын көріп жатырмыз, бірақ сандықтың ішіне қазанға жете алмай жатырмыз. Әңгіме осы, проблема да осы болып тұрғанда. Енді түсінгенімізде мен назар дәлелдегім келеді. Біз адамды баға берген кезде, адамға баға берген кезде, біз оның ісіне қарау керекпіз. Ісіне қарау керекпіз. Бірақ біз абайдың істеріне, абайға қарап баға беріп жатырмыз. Яғни ол қазақта үлкен қателік. Абайды танытуды біз дұрыс істеп жатырмыз, бірақ қате бағыттан бастап жатырмыз. Екі бағыт болатын болса, шығармадан бастау керек, және тұлғаға жету керекпіз. Біз тұлғадан бастап шығармаға жете алмай жатырмыз. Түсінесіздер ме? Әңгіме осыда. Тауға шыққаннан таудан төмен түскен оңайда, бірақ біз тауға шыға алмай жатырмыз. Әңгіме осыда, проблема осы болып жатыр. Мен көрсетуім бойынша. Енді бағдарламаға байланысты. Біріншіден бізге мынадай нәрсені көрсетпеді. Рухани жаңғырудан сен қой, рухани жаңғырудың құсын түрі есінде қалды ғой дейді. Бүкіл мемлекет болып пәленбай миллиардтап ақша бөліп, абайдың бағдарламасы абайдың сақалы есімізде қалатын шығар. Бәтта білмейді. Жоқ, оның бәрі абайдың шығармасымыз қайтадан осы проблема айтып жатыр. Бағдарлама көп, бағдарлама осыған дейін болып жатыр. Білесіз ме? Просто Нұрберген мырзаның идеясы осы уақытқа дейін болған заттардың бәрін воедино жинау. Өткен бір кездері не болды? Мұражайлар тегін болды, бір кездері абайтану сабақтары болды. Давайте осының бәрін біріктіріп көрейік. Түсінесіз ме? Осылай зат айтып жатыр бізге. Бәтта бір болмаған нәрсе тағы бола ма? Ол кезде қойды халықта кітапқа деген қызығушылық болды. Ол кезде халықта қойды мұражай тегін болғаннан кейін тегін жерде пайдаланып қалайық деген қызығушылық болды. Қазір не бар халықта? Алдалы осы күн. Қазір ол заттан ешқайсысы жоқ. Енді насихаттауға байланысты. Түсінесіз ме? Насихаттау деген нәрсе ол халыққа барып естірту емес, халыққа тыңдату және ол нәрсе халықтың қабылдауы. Мен осылай түсіндірдім ойым басында. Енді бұл тарапта айтып отқан нәрсесі, біз бүкіл халыққа естірту керекпіз. Мына жақта абайдың плакаты, мына жақта абайдың баннері, турнир, Абай университеті, абайдың баннері тұратын уже. Оның бәрі абайды насихаттау емес. Біз абайды көргенімізден, біз абайды ұлы тұлға екенін итак білеміз. Бірақ та абайды ұлы қылған не? Біз оны білмейміз. Біз абайды ұлы қылған, ол Мұхтар Әуезов деп білеміз. Сіздің алдына болсын. Және ол проблема болып тұр. Абайды ұлы қылған және Мұхтар Әуезовті абайды ұлы деп мойындатқан нәрсе, ол абайдың шығармалары ғой. Сіздер ме? Яғни біз абайдың сол кезде проблемаларымен біз фильмдерде нені көрсету керекпіз? Бұлда фильм түсіреміз, мынаны көрсетеміз. Қалай? Ол зат ойын басына мүлде айтылмайды. Бағдарламаның қалай жүретіні, фильмдердің қалай түсірілетіні. Бірде бір әңгіме қозғалмайды. Біз түсіреміз, ол керемет, 8 минут қой. Бірақ та ол нәрсе проблема шешілмейді ғой. Фильмде бәрі түседі, бірақ та жеңетіндер оның қалай түсіргеніне мән бермегендер. Дебатта кесі бәрі тұрып, бірақ та кесі қалай қорғағандар деген сияқты мысалға келтірейік. Бірақ та осы кезде мен не көрсеткім келіп жатыр?
фильмдерде біз абайды ғана көрсете бермеу керекпіз. Ол проблемалар, ол абай шығармалары, повестері ескендір неге аударылды, немесе оның ол туралы жаңағыдай әлем туралы повесть неге жазылды, поэмалар неге жазылды, оның бәрін біз білмейміз неге жазылған. Ал біз білу керекпіз. Яғни біз түсіну керекпіз. Түсінесіздер ме? Абайды насихаттау деген нәрсе абайдың айтқан заттарын түсіндіру емес, абайдың айтқан заттарын қызықтыру. Яғни одан кейін бар халықтың оқып сол затты түсінуі. Барлық халықта мынадай нәрсе, біреу ашық болса, оған балық берме, қармақ бер дейді. Біз ол затты қармақты бере алсақ та, ол халық балықтарды өзі жей алады. Мен осы затты айтқым келіп жатыр. Абай ұлы, жақта оның шығармалары, ол да. Сізге де рахмет, енді ойын нүктесін қою үшін бірінші спикерін шақырамыз оттаға. Осы 1 минут ребатова бар ғой, иә? Иә, 5 минут. Бір нәрсе түсіндірейінші. Біз ең көп сумма жұмсап, мысалы томирис түсірдік. Бұл кісілердің түсінігі бойынша, ол жерде отырған адамдардың бәріне томиристі оңдырып жіберіпті да. Одан кейін адамдардың бәрі қызық беріпті томириске. Мынандай статистика келтірсе, ол қызық болушы еді бүгінгі ойында. Әйел адамдардың барлығы жұмысқа құлшынысы артты. Былайша айтқанда патриархаттың орнына матриархат келе жатыр бізге десе, вот идеально болушы еді. Сондай статистика іздеп келсеңдер. Онда қызық болушы еді. Екінші мәселеге байланысты. Мен кәше жақсы әдемі сөздер көп естіп жатырмын, молодцы. Бірақ ілеп алатын ішінен сүзгіден өткізетін ештеңкені көріп жатқан жоқпын. Өйткені айналдырып әкеп, өз кейсіпті өзіме, не дейді, соқыр тауыққа бәрі бидай дейді ғой, сол сияқты менің өз алдыма әкеп беріп жатыр да қайттан. Нұрекен, сіз мына нәрсені айттыңыз, біз нан айтып жатырмыз деп, менің пұшпағымды илеп беріп жатыр да. Мәселе осыда. Енді мен чисто сараптама жасап берейінші. Жақсы, еш нәрсе пайдаланбай ақ қояйын. Жақсы, үлкен рахмет. Осы 2 күндік турнирде ең қатты ұнаған ойын болды. Және мен сендерді мойындадым. Ренжімеңдер, бірақ ұтылып қалдыңдар. Бұл соңғы сөз. Қараңыздар. Тақырып қандай? Ұлы Абайдың шығармаларын насихаттаудың ең тиімді жолын ұсынады. Енді қараңыз, сіз де жол ұсындыңыз, мен де жол ұсындым. Бұл жерде мақсат менің жолымда қате екендігін мойындату емес, кімдікі тиімдірек, кімдікі тиімді болады. Осынан нәрсені дәлелдеу, иә? Енді салыстырып көрейік. Сіздікі былайша айттыңыз, былай түсіндіріп жатыр. Дәулет, Нурик, жақсы, молодцы, кәдімгідей андай қылып айналдырып жатыр да. Сен алдымен шығарманы түсіндір. Абайды неғып насихаттар, сен айналайын-ау, жаным-ау, түсінші. Сонда сен біреуге оқытып жатқан кезде тек қана Абайды оқыта бересің ба? Абай тану сабағы болып жатыр да, 1 жыл бойы. Сен Абайдың бойын, салмағын, бүткіл нәрсесін жаттап аласың ғой 1 жылда. Шығармаларымен қосып. Мәселе сода, мен айтып жатқан жоқпын. 10 жылдық бағдарламада сен талай нәрсені өтіп тастайсың, күнделікті Абайдың атауын атай бермейсің. Мәселе осыда. Кімдікі тиімдірек? Сенің 1 күндік көрген фильмің тиімдірек па? Жақсы фильмге қанша адам барады, мақұл. Сол көрген адамдар қызықты делік. Қалған адамдар ше? Ғылымға қызығатын адамдар ше? Өнерге қызығатын адамдар ше? Жалпы билік басында жүргендер ше? Білесіздер ма, барлықтарыңызға рухани жаңғыру деген нәрсе қызық болған жоқ та? Бірақ келіңдер, тегін футболкасын таратып береміз деген кезде барлықтарың бардыңдар ғой, тегін футболка алу үшін. Бірақ түбінде түсіндіңдер ғой, хотя бы не нәрсеге шақырып жатқандығы. Мәселе осыда. Енді кімдікі тиімдірек? Сен айта алмайсың, халықтың барлығын тек қана фильммен түсіндіре аламын, немесе бір шығармамен жақсы қыла аламын деп. Енді тиімді деген нәрсенің қасына мына нәрсені қосып жазып қойыңдар. Қызығушылық деп айтады. Кімдікі қызығырақ? Бір фильм қызығырақ па, әртүрлі бағытта жұмыс істеген қызығырақ па? Мынандай айттым. Сен ақша береміз десе, ойлана бастайсың ғой, жылына 1 рет Абайдың мәселесі бойынша Қазақстанда бір проблеманы шешеміз. Мысалға қандай? Давайте тойға запрет қойып, өйткені Абай айтты ғой, қатын алып мал тақпанша, давай сен 10-аншы барда білім ізде деді. Барып, бір адам осы нәрсені ұсынды мемлекетке. Давайте Абай осылай айтты ғой. И оның нәрсесі ұнады, и все, халықтың барлығы осы нәрсеге қызығады, өйткені оған ақшалай сыйлық беріп жатыр. Мен ол нәрсенің барлығын қозғадым. Кімдікі қызығырақ? Сен айтты ғой, Дәулет, қызығушылық деп. Кімдікі қызығырақ? Енді дәлелдеп берейін. Ұзақ уақытқа сенің фильмің ары кетсе 1 ай көрсетіледі, менікі 10 жыл. Сен күнделікті ол нәрсені үйретесің күнделікті. Маймылдың өзі 11 жыл оқыса, хотя бірдеңке үйреніп шығады ғой, дұрыс па? Сенің бір фильміңнен емес, ұзақтылық уақыт жағынан. Кеттік. Кімдікі артығырақ нәрсені салыстырып беріп жатырмын ба? Үшінші нәрсе, қамтылу жағынан. Сенің қамтылатын нәрсең ол белгілі бір топтарды ғана қамтисың.
ал менің қамтып жатқаным бүткіл Қазақстанды қамтып жатсын. Өйткені бағдарламалар мемлекеттің айтқаны ол бір екі адаммен шектелмейді достар. Ол бүткіл Қазақстанды қамтиды. Өйткені оны Нұр Отан жүргізеді. Мәселе осыда. Төртінші мәселе жаңа қырынан. Мен айтып жатырмын, Абай қаншалықты қызығырақ болады. Мен айттым бағана. Мұхтар Әуезовтен кейін кім жазды? Жаңа қырынан кім таныды? Ешкім. Сол үшін қызық емес. Білесіздер ма? Инстаграмда қандай шықты? Абай қазіргі заманда өмір сүрсе блогер болатын еді деді ғой, иә? Жаңа қырынан көрсет. Халықтың шулап кетті ғой. Абай жай оқып, қоя салыңдар. Абай насихатталып жатыр. Ол қара пиар болсын, насихатталып жатыр. Мен айттым, жаңа қырынан. Вот именно осындай. Сен бір дұрыс нәрселер ұсынасың, ол міндетті түрде халықтың арасында тарайды. Енді мына нәрсені түсіндіріп берейін, соңғы нәрсе. Мен барлық жағынан тоқ қалдым да сен. Енді соңғы нәрсе, бана рухани жаңғыруды прикол ұстап жатсың ба? Абайдың сақалын есте ұстаймыз ба деп. Ну хотя рухани жаңғырудың бүркітін көрген кезде ішіңе не түседі? Әйтеуір Қазақстанның бір белгісі, іштей бір нәрсе болады ғой, жүректе, иә? Рас қой, иә? Іштей бір нәрсе. Хотя турнирің есіңе түседі, турнирде ойнаған қарарың есіңе түседі. Әйтеуір бір адамның есінде бір нәрсе қалады ғой, да? И келесіде ол адам тартылады ол нәрсеге. Ол дәл сол секілді сен Абайдың суретін көр, шығармасын көр, сен оған үйрене бастайсың, бойың үйренеді белгілі бір жылда. Енді соңғы нәрсе ретінде мына нәрсені айтам. Маркетологсыңдар ғой, ақыры маркетинг жағынан бехайт еткілерім келеді. Мен саған айтам, мен саған топ менеджермін. Қандай товар көп сатылады, білесіздер ма маркетингте? Ең көп құлаққа естілген товар. Қай нәрсе көп сатылады, соншалықты ол көзге көп көрінген нәрсе. Білесіздер ма? Әлемде ойлайды ғой адамдар. Простой порошок пен порошок деген нәрсені салыстырады, иә, әркім. Оказывается, әлемде простой порошок Россияда көбірек өтеді. Бұл нақты ақпарат. Өйткені всегда әркім простой порошокпен салыстырады өзінің товарын. И сол үшін ол адамға көбірек өтеді. Маңыздысы оның рекламасында емес, маңыздысы саған көбірек беруінде адамдарға. Мәселен осыны қозғадым. Мен бүткіл жағынан алдым, сен үшін қиын болды. Просто саған бір нәрсені дәлелдеу керек еді, ойында саған мүмкіншілік болды. Қазақстанда орындалмайтын бағдарламаларды, Қазақстанда құрбосқа кеткен ақшаларды, Қазақстанда кеткен осындай мәселелерді көтерсең, саған более выгодно болушы еді. Соңғы нәрсе ретінде, соңғы деп көп айтып тастадым ғой, иә? Енді соңғы нәрсе болсын, иә? Рас айтам, Қазақстанда фильмдер өте көп түсірілді. Даже Орбұлақ шайқасына байланысты фильм шыққан Қазақстанда. Бірақ осы жердегін ешқайсысы білмейді. Молодец, сен ғана көпсің. Значит, сен 99-дан 1% алып тұрсың ғой. Менікі 99% қамтамасыз етті. Өйткені мен сағандар алған, сіздерге де оғандар алған дүниенің бәрін қамтамасыз етіп қойдым. Сол үшін менікі ең тиімдірек. Сол үшін бүгінгі таңда біз жеңіске жеттік. Көп рахмет. Сізге де рахмет. Ойында қас болсаңыздар да өмірде дос болыңыздар.